Бұйымдарымызға потайной замокты қалай оңай және әрі тез қойып шығуға болады. Жалпы менде мына екі деталім тұр. Бұл екі деталь міне, кез келген жаңағы көйлектеріңіздің жаңғы тігісі немесе юбкаларыңыздың жаңағы белінің жаңағы жаны деп есептесеңіздер болады. Кез келген юбкаға, прямой юбкаларға біз потайной замок орнатамыз. Мынау менде потайной замок. Потайной замок деген жалпы бір линия сызық болып көрінбей тұратын замоктарды потайной замок деп атаймыз. Потайной замоктарды арнайы өзінің жаңағы тігіп шығатын мынандай лапкасы болады. Кез келген жаңағы машинкалардың фурнитурасын сататын жерлерде сұрастырсаңыздар, бұл өте қолжетімді нәрсе. Ал енді мен сіздерге қазір осы потайной замокты қалай жаңағы тігіп өңдеп шығу әдісін бастан аяқ сіздерге асықпай рет-ретімен көрсетіп шығайын, сіздерге түсінікті болсын. Мысалға, мынау біздің жаңағы юбкамыздың мысалға пояс деп есептейік. Мынау поясы тұрады, қараңыздар. Мынау поясы тұрады делік. Енді осы потайной замок, енді осы поястың мына жерінен бастап түсу керек, ол осымен бірге ашылып жабылып кету керек. Енді ол үшін біз бірінші мына юбканың белі де есептесек, осыған біздің мынау поясқа арналған жаңағы пояс матасы уже тігіліп тұрған болу керек. Қараңыздар, мынандай қазір мен сіздерге тігіп көрсетемін. Достар, құрбылар, қыз келіншектер, бүгін сіздермен бірге тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Мен сіздерге қазір видеоны толықтай көрсетіп шығамын. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, видеоның соңында өз комментарияларыңызды қалдырып қойсаңыздар болады. Ал енді мен қазір мына жерге поясын тігіп шығамын, бірінші. Енді осы пояспен бірге біздің замогымыз жалғанып кету керек. Міне қыздар, мен поясын жалғап шықтым, қараңыздар. Енді мына келесі беті, мынандай етіп меткамызды қоямыз. Біздің поясымыз мынандай болып қайырылып кетеді. Енді біз осыған замок орнатамыз. Замокты орнату үшін бізге потайной, оған мына өзінің тігілетін мына лапкасын қойып шығамыз, міндетті түрде. Мен лапкасын ауыстырып қойдым. Енді біз осыған замогымызды орнатып шығамыз. Мына замоктарымызды былай ашып аламыз. Қараңыздар, мынау бізде замок былай орнатылады. Замоктарыңыздың мынандай жерінде өзінің белгілеп қойған жердің тұсына бетіп алып келеміз. Сөйтіп оған бетіп булавка қыстырып қоямыз. Енді мынау белдің пояс жалғанған сызығына келдік. Оғанда ине қыстырамыз. Енді замоктарыңызды кішкене былай жабамыз да. Қараңыздар. Енді осының келесі қойып аламыз. Қараңыздар. Мынау бұл енді келесі бетіне ауысады. Енді келесі бетін орнатамыз замокқа. Ол да тура жаңағы мына замоктың мына пластмасын көріп тұрсыздар ғой, потайнойдың аяқталған жері. Сол осы белгілеген жеріңіздің аяқ жағында тұру керек. Енді мына белгілеп алғанымыз қарама-қарсы жағында. Ол да тура мынау тігістің тұсына келіп тұр, қарама-қарсы беттегі. Оны да инемен қыстырып қоямыз.
Міне мен қазір бәрін белгілеп алдым. Енді мына жаққа келетін болсақ, міне замоктарыңыздың мынау аяққы жағы, иә? Аяққы жағы ол қазір сіздер тігіп шыққан кезде өзі белгілі болады, иә? Замоктарыңыздың мына біткен жеріне жаңағы бір 0,7 жеткізбей тігістеріңізді аяқтап шығасыздар. Қазір енді мен потайной замокты тікпес бұрын мен оны бүйтіп ашып аламын. Міне қараңыздар, иә? Аштым. Енді осыны машинкаға қойып, міне лапкаларыңыздың міне қазір анық видеоны жақынырақ көрінді ғой деймін. Міне замоктарыңыздың мына жеріндегісін ашып, мынау лапканың несіне ішіндегі мына темірінің кертігіне кигізіп жібересіздер. Қараңыздар. Міне. Міне. Бұл потайной тігетін лапка өзінің жаңағы ешқандай жаңағыдай замоктың үстіне шығып кетпейді. Өзінің астында лапканы солай немен орнатып қойған, жасап. Сондықтан ол бірден замоктарыңызды түбіне тақап алып тігіп барады. Өйткені бұл потайной замок болғандықтан, міне мысалға замокты аяғына дейін сол алып келген жерлеріңізде 10 мм жеткізбей тоқтап бекітесіздер. Енді мен қазір қарама қарсы бетін дәл осылай етіп тігіп шығамын. Міне қазір біз екінші бетін тігіп жатырмыз. Оны да дәл жаңа мен бастапқы көрсеткендей замоктың бас жағындағы мынау қайырылып тұрған жерін ашып, соны лапканың астына кіргізіп жібересіздер. Тура ана бетін қалай аяқтадыңыздар, тура сол жерге әкеп закрепті беріп, жаңағы тігістеріңізді аяқтап шығасыздар. Мына қараңыздар, иә? Менде потайной дайын болды. Қараңыздар. Енді мына жағын астынан бастырып тіге саламыз. Мына замоктың аяқ жағын бір келкетіп. Енді мына жақта пояс жағын енді замоктың қазір реттеп көрсетеміз. Аяқ жағы, иә, мынау. Оны былай теріс бетін аударамыз. Екеумізді мынаны тігіп шығамыз. Маталарыңыз замокқа қарай іркіліп қалмау керек. Сондықтан асықпай көріп бәрін есептеп аласыздар. Замокты былай ашып көресіздер. Ешқандай іркіліп тұрған жоқ. Енді осыны машина тігісінде жүргізіп шыға саламыз. Міне қыздар, мен замоктың аяққы жағын тігіп жатырмын. Қараңыздар, иә? Мынау замок тігіліп тұрған тігіс тұр ғой, міне ол бастағы, иә? Енді соның түбінен барып жаңағы нелеріңіз аяқталу керек. Мына жерде мына қыздар бізде потайной замок орнатылды. Иә, міне қараңыздар. Потайной замок деген тура тігіс сияқты болып тұра береді. Ешқандай замоктың несі көрінбейді. Енді мен мына пояс жағын көрсетіп шығайын қазір. Замокты ашып аламыз. Сөйтесіздер да, мына белгілеп қойған меткамыз бар ғой поясқа. Содан қайырамыз. Қайырылған меткаға тігіп шығамыз. Міне бір шеті дайын болды. Мынау астында былай кете береді. Қазір біз бұны мына бастырып тігіп шығамыз.
мен екінші жағын тігіп шығып жатырмын. Менде екінші шеті де дайын болды, иә, міне қараңыздар. Енді біз поясымызды мынандай қылып реттеп аламыз. Булавкамен әр жерінен қыстырып қойсаңыздар болады, чтобы айнып кетпес үшін. Екінші жағын қыстырып шығамыз. Мына жақтағы тігілген тігіс жоғары қарау керек, чтобы біздің поястың тігісінің астына қалып кету үшін. Мынандай болып поястарыңыз шығады. Қазір енді мынаны машинкаға оң бетінен мынау екі ненің жалғанған жерінің түбінен орнатып шығамыз. Тігісті сыртқа көрсетпеймін десеңіздер, мынаның астынан аламыз, ал көрсетіп тіге берем десеңіздер, онда үстіне 0,1-ға бастырып шығамыз. Бұл жерде уже потайной тігетін лапкаларыңыздың тігу жай тігісті кішкене ыңғайсыздау болады. Сондықтан өзінің лапкасын орнына қойып шығамыз. Потайной замогымыз орнатылды. Бұл поясымен бірге шықты. Ал егер пояссыз орнатам дейтін болсаңыздар, обычный болады, сол глухой болатын жерден замокты аяқтап, жаңағы ішіне қойылатын матасын уже ішіне қарай обработка жасап қайырып жібересіздер. Ол кезде ол мынандай формада болып шығады. Бұл уже поясогы ішіндегі жаңағы прямой юбкалар болып шығады. Міне, менің видеом барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламат болыңыздар.